Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып әдебиеттік оқу пәні. 43 сабақ жер астында қала бар тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта ертегідегі оқиғаның жалғасын болжап әңгімелейтін боламыз. Бірінші тапсырма: жер астында қала болуы мүмкін бе? Ой бөліс. Жер астында қала болуы мүмкін. Себебі бұрынғы кезде көптеген халықтар жауларынан қорғанулар үшін жердің астында тығылып өмір сүрген екен. Екінші тапсырма: ертегіні түсініп оқы. Алтын мүйізді киік ертегісі. Ертеде Бұлдыр мерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген әрі қарулы, ақылды, ер жүрек адам екен. Бір күні ол аңға шығады. Орманды, тауды аралайды. Шаршаған соң бір ағаштың көлеңкесіне келіп демалады. Бұлдыр мерген қарсы алдында ағып жатқан бұлаққа қарап отырады. Сөйтсе байқамапты. Бұлақтың арғы жағасында үлкен жартастың түбінде бір киік жайылып жүр екен. Екі мүйізі күнге шағылысып жарқырайды, тіпті көз қаратпайды. Бұлдыр мерген өз көзіне өзі сенбей таңдана қарады. Шын киік екі мүйізі қарағайдай алтыннан екен. Ол киікті атып алмақ болып садағын кезейді. Сонда алтын мүйізді киікке тіл бітіп, сабыр ет мерген деп Бұлдыр мергенді тоқтатады. Аңшы оның жанына келеді. Ол аң аулап жүріп, бұрын соңды мұндай ғажапты көрмеген екен. Қатты таң қалады. Алтын мүйізді киік әп-сәтте алтын мүйізді ақсақалды шалға айналады. Үстіндегі киімі күмістей жарқырайды, ал екі алтын мүйізі сол қалпында қалады. Бұлдыр мерген ештеңе демей ғажапқа таңдана қарайды. Осы тауда Бұлдыр мерген деген атақты аңшы батыр бар деп естіп, соны іздеп шығып едім. Оны білмейсің бе балам, дейді ақсақалды шал. Отағасы: ендеше сол Бұлдыр мерген мен боламын, дейді аңшы. Рұқсат болса балам, сені іздеп шыққан шаруамды айтайын. Айтыңыз. Менің балам жер асты елінің ханы, мен соның туған әкесімін. Үшінші тапсырма: алтын мүйізді ақсақал Бұлдыр мергенді не үшін іздеген деп ойлайсың? Болжа. Алтын мүйізді ақсақал Бұлдыр мергенді іздеген себебі ақсақалдың қаласындағы жақын жерде терең сай болады. Сонда бір айдаһар ел жұртын қалаңмен жұтамын деп тыныштық бермейді. Ақсақал сол айдаһарды Бұлдыр мерген жеңеді деп сол себептен іздейді. Төртінші тапсырма: суреттерге сүйеніп ертегіні әңгімелеп бере қойыңдар. Бесінші тапсырма: жер асты елінің мекені қандай деп ойлайсың? Жобасын жасап әңгімеле. Өте ерте кезде Францияның солтүстігінде римдіктер орман асты арқылы тас қала салған екен. Бұл жер асты қаласы жаудан қорғануға бағытталып салынған. Ең қызығы, аталған жер асты қаласында 3000-ға жуық адам өмір сүре алатын болған. Құдықтар мен тонар және ат қорада болған. Сондықтан менің ойымша ол жер жайлы әрі қауіпсіз деп ойлаймын. Алтыншы тапсырма: сол қалаға алтын мүйізді киіктің мүсінін орнатуы тапсырылды делік. Мүсіншіге қандай кеңес берер едің? Мүсінді жасағанда әдемі бір көңілге қуаныш сыйлайтындай болса керемет. Ертең ол келешек ұрпаққа қалады. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.